Саламатсыздар ма, кадырлы конактар, калай жагдайларыңыз? Көрүп аткандай, бүгүнкү влогумду ушундай шашлык мариновать эткенен башталып отурум. Жубайым табигатка чыгып, балалар менен серуендеп кайтайык, шашлык жеп кайтайык деп усунуш тастады. Мына жубаймен тауык мариновать эттик. Балалар көбүнесе тауык жейди, сол себептен тауык алдык. Өзүмүзгө колбаски дейди ғой. Сондай колбаски, шұжықтар, ишекпен оралган шұжықтар алдык. Мына жолга чыктык. Қазір Қызылорданың әсем жерлерин көрсетем сіздерге. 4 баламен. Мына биздин Арай Сити Молл, үлкен торговый центр. Мынау Сырдария, Сырдарияның бойымен кетип бара жатырмыз. Табигатын көресіздер. Тал жок дейтін адамдарға талды көресіздер. Кызым уйктап калды. Табигатта, таза абада керемет уйку болду. Биз оған дейін шашлык пісірді. Біз аралап, бәрін қарап шықтық балаларымызбен. Не бар, не қандай шөп бар екен. Жиде пісіп жатқан уақыт. Қазір көріп тұрсыздар, жидек өте көп төбе жағында екен, бірақ көбісін бірақ нелер жеп қойған, құстар жеп қойған, шұқып жеуге келмейді. Осындай жерде жақсы демалыс болды, бір рахаттанып қалдық. Бәрібір қаладан шаршайсың. Арасында өстіп балалармен бірге тамақ жеп, демалып, жатып, рахаттанғанға не жетсін. Мен бүгін тамақтан босадым, тамақ істеуден. Кішкентайыммен жатырмыз, демалып. Үлкен ұлым, мына екінші ұлым. Рахаттан бақырып алыңдар, үйге барғасын отырамыз дедік. Бақырып алып отырмыз. Біз білмейтін шөптер көп екен. Осы тал мен естігенмін, қызыл кітапқа енді деп. Бізде осы Қызылордада өте көп өседі сол тал. Оны жұлуға болмайды, жаңағы кесуге болмайды деп. Мына тал, көріп отқан талдарыңыз. Қызыл кітапқа енген тал. Атын ұмытып қалдым, шыны керек. Жұбайым айтқан, ауасы таза, рахат. Балаларым жүгіріп, ойнап. Этаж үйде негізі қиын ғой. Мындай әткеншек бар екен, қолдан жасалынған. Бірақ кішкене ыңғайсыздау екен. Соның өзінде де бір отырып кәсенді балаларым. Бір көңіл көтеріп, марқайып қайттық, рахаттанып. Қазір сіздерге қайтар жолда тағы да Сырдарияны көрсетем. Мінекей осындай үлкен талға өп қойған. Мына гүл, кішкентай жерде шөптің, құмның арасында өсіп тұрған гүл. Әдемі көрінеді екен, бірақ. Мынау қайтар жол, мост, көпір өтетін. Мынау әуежайға апаратын жол. Жолдың бойында тұңғыш елбасы Назарбаев атындағы парк. Өте үлкен, кең парк. Мұны көріп отырсыздар, ағашы да көп. Қызылордада ағаш жоқ дейтіндерге арнайы. Өте әдемі парк. Мынау Сырдария. Қайтар жолдың Сырдариясы. Енді келесі
көрсететінім, біз ауырып қалдық. Білмеймін, демалыстан кейін ба. Мынандай антибиотик беріп жатырмын, Зинат деген. Температурасы көтерілсе, денесі ауырса, ибуфен өте жақсы, құлпынай дәмі бар. Ингаляция жасап жатырмын, небулайзермен натрий хлорид 5 мл құям, және берадуал кішкентайыма бір 5 капля жетеді. Екінші ұлыма кеуделеріне линкос жағамын. Сосын аквадетрим, енді күз болды, D3 витамин беру керек. Қатты жөтел болса зиртек берем. Зиртек нені басат, жөтелді. Кішкентай қызым тісі шығып жатыр, дентинокс алдым. Дентинокс жағып қоям, массаж жасаймын. Міне менің небулайзерім Амрон. Өте жақсы небулайзер екен, уже неше жыл болды. Балам кесіп тастаған. Сосын тамағын люголямен, қызылмаймен бірде-бір қылып бинтпен орап сүрттім. Әдемілеп, сүртпейінше тамақ кетпейді. Тағы да ертең тағы да сүртем. Бірде-бір қылып әдемілеп араластырдым. Қолыма бинтті орап алдым. Қызылмай, люголя. Егер де тамағында ірің болса, өйтіп істеуге болмайды. Іріңі тарқап кетуі мүмкін. Ірің жоқ, тек қана қызарып ісіп тұрған кезде жасау керек. Бұны байқаңыздар. Өзіміз қалған соң кішкене аппликация жасадық. Мынандай немен, асқабақтың дәнегімен, гүлдермен, кешегі маевкадан терген гүлдерімізбен, семішкемен кірпі жасадық. Екінші ұлымның садегіне. Өте қызық, әдем болды деп ойлаймын. Ертең Құдай қаласа кішкене жазылса апарып береміз. Енді көретіндеріңіз кешкі душ. Осындай керемет цитрус пен папаясы бар скрабпен денеме жақтым. Скрабты жаңадан алған едім. Иісі де әдемі екен. Өте майлы. Мен денем өзі құрғақ, сол себепте маған өте жақсы болып жағылды. Иісі де кереметтенді. Әдемілеп скраб жаққаннан кейін осындай шампуньмен басымды жудым, шашымды. Өте жақсы шампунь екен. Всем советую. Шампуньмен жуып, бәрін болғаннан кейін бетіме әдемілеп маска жақтым. Декретте отырған аналарға бір совет менен. Күніне өздеріңіз үшін 2 күнде бір болсын, күнде болсын, кішкентай да болса өздеріңіз үшін бірдеңе жасаңыздар. Өздеріңіздің рахаттарыңыз үшін, тынығып қалатындай, бір сергіп қалатындай. Декретте отырған өте қиын. Ешкім көрмейтін сияқты істеген жұмысыңды. Мен кеше мусор төгіп қайтайын деп бір 10 минут, 15 минут балада отырдым. Бүгін әдемілеп душқа түстім, скраб жағып. Балалар ауырып жатқан кезде ол 2 есе қиын. Сол себепте бір 10 минутыңызды бөліңіз өзіңіз үшін. Балалар ұйықтағаннан кейін бір кесе шай демдеп ішің, шай, жаңағы кішкентай кусок кәпетпен шай ішіңіздер. Мен мінекей маска жасадым. Маскадан кейін әдемілеп бетіме жаңағы қартаймас үшін, қартаюдың алдын алу үшін осындай нелер жасадым, упражнение жасадым бетке. Осы упражнениеден кейін сіздермен қоштасам. Ары қарай қызықты, осы видеода болған қызықты оқиғаларды көресіздер. Мінекей жақындап көрсетейін сіздерге. Өстіп 2 қолдың көмегімен, ешқандай аппаратсыз күнде бір мезгіл жасауға болады. Хоть аптасынан 1 рет болса да. Жасап тұрыңыздар. Сұлу болайық, жақсы болайық, әдемі болайық. Сау болыңыздар. Қысамасаң тұрма.
İstiyor musun? Қазір шығам. Ha? Қазір шығамын. Бетіме маска істеп жатырмын. Biraz gelip bozulmuş. Açsana şunu.